Ассалаумағалейкум, Файл ағай. Уалейкум ассалам. Қалдарыңыз несек? Алхамдулилlah, Аллаға шүкір. Мына әлі Башқұртстан гөрләп тора бейтінді, үрейді біләгізді. Ярты ел хайын әдіге обысқтар менен келелер. Мына әлі неме болды? Хонғы задержанин айтты. Хонғы задержанин. Анда қолға алғанда хонғы вақыт. Мен өдім де аңламаным. Ысын әйткенде, сөңке хонғы тапқыр, ошы емағат ішіндегі сығышы менің апрель айында болғайны. Шонан ошы илдегі барған вақиялар арқасында біз емағат ішінен сетлешіп тұрғайдық. Егіптермен үйлештік, әлі біз қыл үстінде үйрейбіз, хақланыр керек, біз келесекте керек әлі, әйді өдеудің іш менен мұлайық егіптерге, башқұрт егіптеріне ярдам етейік, ошы үйлештен ішеп шығам. Ярты ел тыныс евшеден келіп ішке ертесек сығып барғанда автомат маскалармен келіп шақарып, нарышына кедіріп кеткенде нейінді. Харайым битинде неме болды, не себепле, кемдер хед, удостоверение қыз қайда деп, бірінде де жауап бермендер, алдылар әп кеттілер. Ол вақытта әлбетте ойланулар енді, бәлкім бұл теге вақыт еткендір. Я хәдір наркотик таштайлар да, я нейтіп, шындай ойланулар болды, апарғанса башты едеттіп атқа апардылар. Следственный комитетке керіткескен аңлап қалды менде, шындай Хайбировтан заявление бойынша менге Уғалов инет еші асылған, екінші статья бойынша бірінші часть. Hem үйде шолық вақытта мен білмейм битинде ауылда атайымдардың әсейімдердің үйінде обыстар, мұнда обыстар болғанда шол дөретін еткенде бүгінгі күнгесе менге ол аңлашмай тұра, сөңке кімге керек болды, неге онда еш алып баралар. Хабировтың заявление тұрғанда біз оңғырақ сөйлешіп алырбыз. 15 жыл саясатта емағат іштәрінде битинде. Әдәгет аңлатып кетейік. Несек оныңға шығырлана башланығы, несек қандығыр? Емағат ішімен қандым, сөңке мектепте оқыған вақытта, ол вақыт 2000 жылдарға яқынырақ, біздің милли аңнық көтерілген вақыт ені, ол вақытта Быйынсы Орал ойшымаға бар ені, Башқұрт ештері иттифағы бар ені, Қорылтай көтерілген мәлдер, шуларды көріп өттік. Hem зор қаялым бар, өфіге бархам, Алла берха Башқұрт ештері иттифағына барасақмын, шында қатнашасақмын, олардың сараларына сөңке Башқұрт ештері көндері өткерілер, халуқа, ешлік шол мәлдер ені, шындай еттіге янып ерінім, hem өфіге оқырға келгенде мен ол вақытта Башқұрт ештері иттифағының ештері хүлпенеген әмелекен көңбір ойшмаға барлыққа еген сам өсіп кен вақытта ені, hem Башқұрт ештері иттифағына елішін ала бардым, көңбір ойшмағын ала бардым, hem ошы вақыттан менің ошы емеғат ешіне ештері башланып кеттілейінді. Саққан әдің туған яғыл тұрғанда ұрыш бітейім, Елдібай ауылы, Елайыр районы, 90 жыллар, 2000 жыллар. Несек яшанегіз кеменен шығырландегіз, бала сақтама, яш сақтама? 90 жылдар деп айтып болмайсың ки 90 жылдарда 90 жылдарда менге барын еш болған, шоға 2000 жылдарға яқынырақ деп қарақақ. Біздің Елдібай ауылы Башқұртстанның ең үлкен, ең зор ауылдарының бірі, шоға Башқұрт милләті анда 90%. Hem біз мектепте оқыған сақта, қатта теге тарих, математика, геометрия, физика, ошы тілдерді біз башқұрт тілінде оқи тұрғайық. Шоға башқұрт мұхитінде өткесін қызық болды, балалар ештер көп болды. Біздің сыныфтағына біз мектепте оқыған вақытта менің елғылар ғана үз класста бөлініп оқиынық. Үз класста бөлініп оқиынық, АБВ 60-70 дирәнеттен бала. Бүгінгі күнмен сағыштырған, бүгінгі күнде бірінші классқа баралар, ондан 15-ке тектім. Мана теге демография қалдың, теге ойнауы, һәм ауылдардан көсіп кетудің дейін. Бек көңілі болды. Ауылда бір өстек, теге ештер менен баласақ, ол теге менге ұмытылмайын ол. Şu bütün hele nişik avulda oynayıp geçer şunday buldu. Şunday. Ama Üfüge kilgesiz kayda okurgayın degid. Üfüge kilgesiz men Башқұрт Devlet Üniversitetining tarix fakultetine okurgayındım. Sinitten тұрып оқу бөлігіне. Шол вақытта мен ішлеп те үйренем, çünkü Ақсаяғы ол вақыттан енді ауырақ енді бар ол Ақтайсайдың менің ағайым бар. 2006 жыл. 2006 жыл. Ақса яғауын шоға
ишке төшүргө туура келди, иштеп берилди, окуп берилди. Кайда эшлейин эгер студент сакта? Студент сакта мен киностудияла водитель болуп ишке түшкөнүм, ошондо иштеним, анда ошо эмгат ишимен болушуп жүргөндөн һәм 2011-жылда ошол Башкорт дәүләт бүтө дүйнө башкорттары курултайын ишке чакырган, анда ишине дагам эттим. Мына һәм шөлө болгондо Көкбөрү келип сыкты бетине. Көкбөрү кайдан, нисек, кимдер аны уюштурдулар? Көкбөрүгө келгенде анын булдырган егиттердин основательдердин бири деп айтайын, Азат Сәлманов. Ошо Үфөгө келгенде ошо оюшмага, Көкбөрү оюшмага бардым, егиттер мени чакырдылар энди. Собрание бардым, катнаштым, үдүбүдүн саф ябай башкұрт егиттери ошо халкыбыздын проблемаларын көтөрүп, әңгәмә караулар, яшьләрнең эскилеккә каршы көрәшен һәм катнашып киттим. Менин анда хайлау турайын. Я мен башкұрт яшьләре иттифагына барам, я Көкбөрүгө барам. Икенин дә йыгылыштарына йөргәндән Көкбөрүлө күрдүм, мен анда инде егиттер экенин, миңа ныгырак окшаны, ныгырак тартылды һәм мен ошо Көкбөрү оюшмасына элегип киттим да инде. Бик кызык, үзенчәлекле оюшма булды инде, хәзер искә алган кызык инде. Оюшмага килһәң, анда һин ханап карайлар инде. Әгәр һин теге исәһең, я тәмәке тартаһың икән, я һин спорт менән шөгыльләнмәйһең икән, һин Көкбөрүгә йөрүең, һинең хукукларың юк, шуга анда һин киләһең, мотлак рәвештә һин спорт менән шөгыльләнергә тиешең һәм бер ничә вакыт алдына һайын йылыш үткәрә торгандар. Алдына һәм йылышка бараһың, тыңлайһың, катнашаһың һәм һин тикшерәләр, ханап карайлар инде. Ниндәйдер эш кушалар, ниндәйдер пикеттарга уведомление, ниндәйдер сәяси карауларга дигән пикеттар мансаң һәм мындай. Шулай итеп ханап карагандан һуң оюшмага кабул иттеләр. Анда кабул иткән вакытта инде значок бирәләр. Шунда үзләренең тәртибе бар, кабул итеп, ант биреп һәм шул оюшмага мен агза булып киттем. Көкбөрүгө күп кешеләр йөргән. Бик күп. Анда ул оюшма күбрәк егиттер анда тик егиттер хуңгы осырындагында без кыздарды ла ялып ите башланык, башланган осырында тик егиттер һәм беренче башланганда ул Көкбөрү оюшмасы теге эмгат оюшмасы ла түгел инде. Анда башкорт яшьләре Ситтән Үфө каласына килә. Монда теге Сит мөхиткәләгә бит инде, монда я искән егеттердин нейне бер элегип китә, я булмаһа кемдер аның тукмап аксаһын ала. Шунда башкорт Көкбөрү оюшып, ошо хәлде хәл итәргә егеттерне сакырып, исмәгә башкорттар эсергә тиештүү бул, укыгыз, спорт менән шөгыльләнегез. Ошондай теге оран халып без егеттер ярып итәйин. Оюшмалар күпчелеге студенттар булды инде. Башта теге якташтар берлеге хәмәгәрәк булгандыр инде. Якташтар берлеге хәмәк деп әйтәм, дөрестлектер булмаса инде. Но якташтар берлеге ле анда актив эшләйм. Мин үзем Ялай район якташтар берлегендә актив анда катнашайм инде. Бер вакыт рәиселе булып алдым инде. Көкбөрү бар икенчелерәк. Ул нисектер егеттерде берләштереп. Көкбөрү күп пикеттарга сыгайын бит. Ханап китә алам инде. Телде хаклау инде. Пикеттар үткәгәч үткәрәйник бит анда. Чөнки ул теге безнең өчен теге кызык та, халыктың аңында уятты, бар халык үзен әйтергә тиеш, пикеттар үткәргән законлар рәвештә рөхсәт ителеп, демократия өчен үткәрдек, президент атамаһын үткәргәндә башкорт телен яклап, шундайрак безнең милләтебезгә, безнең республика кабылга калган митинг, пикеттар үткәрәйник. Әлеге вакытты сагыштырып караң һәм ул вакытта все-таки иреклерәк иде. Пикеттларга сыгырга була иде, митингтарга. Ул Көкбөрү вакытында без уведомление бирәйник, рөхсәт ителә торгайны, уведомлениегә рөхсәт алып, пикеттар үткәрә торган. Ул вакытта ниндәйдер Азат Сәлманов кайда булган? Нисек юлларыгыз аерылды? Азат Сәлманов ул Академия наукта эшләп йөри, диссертация якланып дип ишеткәнем инде. Мин аңа рәхмәтлемен инде, чөнки аның теге һәрбер юнәлештең кемнеңдер остазы була бит инде. Шул карайсаларда алайык, аларның остазы бар, кемдер юнәлеш күрһәткән, өйрәткән. Минең осракта ул Азат булыр өлеш индерде, Азат Салават була инде. Ул шул академияда бүгенге көндә диссертация яклап, ошо юнәлештә эш алып бара.
Якын булдык билем күп бөлмө. Хатта бид арма 3 жыл бирге бир фатирда жашаган. Бирге. Әле аралашагы. Хонго вакытта биздин бейлениş жок. Мына Күкбүрү менен адактан килип сыккан бо башкорт уюшмасы неме менен акшаш, неме менен эмне айырмалары бар? 90 жылдарда әлбетте теге милли аңлык боянган көп оюшмалар, БНС Урал, Актирме, Актамыр, Корултай, СБМ дегенде көп оюшмалар. Шулардан соң улар әдерек бары орты вакыты еткес, я власть сыгып хүйлөшө, я басым, я кайдалар югалтуу, я кайда хүйлөшө. Шул вакытта Я дәүләт менен эшләй башлаган. Я дәүләт менен бергә эшләй башлаган. Я дәүләт үзләренә бора дигәндә ниндидер бары орты система бит үзенә юл hala. Һәм Күкбүрү шул вакытта килеп сыгып капыл үсеш алды инде. Нык үсеш үз хүлле тәнкыйтьләү һәр вакыт берәүгә охшамай инде теге кемдердер яратып та итмәй инде кемдер миңа охшай торган андагы ябай егетләр инде. Һәм ошо мәл үсеп һәм ямагат эшендә ошо йөрәһең менә башкорт тең бит менә сагыштырып әйткәндә инде. Ямагат эшендә эшләйһең һәм касандыр ялкытып китә. Менә ялкытып киткән мәлдәр була арыта. Чөнки һин ул неблагодарная работа дип әйтәм. Дөрес булырмы? Һин эшләйһең вакытыңды сарыф итәһең, вакытыңда китә. Тәнкыйтьләгән кешеләр күп. Тәнкыйтьләү, ниндидер негатив килә һәм һин ару. Кайһылар вакыттан теге юк, мин туктатам, юк, мин китәм. Шундай мәлдәр булды һәм ошо Күкбүрү вакытында ниндидер пик булгандыр, теге предел булганмы икән, шул вакытта мин уйландым һәм Азат кайттым, мин теге оешманан китеп торам, әйтеп инде. Һәм 14 елда оешманан кителде һәм ул вакытта инде күпмеләр вакыт үткәч 14 елда безнең Шихан таудан берәү Торатауга һөҗүм башланган. Инде статьялар шул БСКга эшкәртүгә бирәләр дип шул вакытта теге карайһың, укып бараһың, егетләр менән утырып күрешә искәндә һөйләшәһең. Әйдә бер акция эшләйек дип, бер акция эшләргә булдык һәм үзебез генә автопробег менән егетләр менән барып, Торатауга барып кайтырбыз дип, байрактар менән дип Салаватлаевка дип игълан язып алгайнык. Уйламаганда күп кеше йылды. Нык машиналар күп булды. Тезлешеп Торатауга кузгалдык, анда бардык, анда һөйләшүләр булды. Бик көчле егетләр, кызлар килгән һәм шунда әйдәгез бер оешма асып, ошо юнәлештә эш алып барайык дип һәм шунда оешма асыралды. Оешма асып, рәислек эшен миңа йөкмәттеләр һәм ошо вакыттан эш башланып киттеләр инде. Айырыла Күкбүрү менән башкорт, икеле милли хәрәкәт, икеле милли оешма, әмма ләкин безнең осыр шул ниңәлер ошо башкорт оешмасында теге халык исәбенең яшьләрнең сараларда халык исәбе күбрәк булды. Шунда айырмай. Күкбүрү катырак теге неләре эсендәге үз законнары катырак булды түгелме? Оешмалар, башкорт оешмасында. Башкорт оешмасында Күкбүрүлә. Күкбүрүлә теге үз эсендәге безнең моны Күкбүрүләгә алган тәҗрибә башкортта ла без кулландык. Бездә бөтенләй искән кеше агзалар буларга тиеш түгел. Шулай ук тәмәке тарту тыелган. Һәм без Күкбүрүнең шул истәлеген бер алып башкортта да шулай ук тәртип булдырдык. Һәм әлбәттә катылык булды анда. Кайдалар күрһә, кайдалар насар ху, кайдалар насар кылыктары иштелә. Шунда ук оешманан читкә сыгару. Килә һорау, мына еш кына кешеләрдән һорау туа башкортлардан. Файлагай кайдан акса эшләй, нимә эшләй ул? Ни өчен уны һаман да утыртмайлар? Чөнки бик күп сыгыш яһаган инде шул. Ямагат оешмаларда ла сыгыш яһаган инде. Шул һорауларга җавап. Эшкә килгәндә бүгенге көндә Аллаһка шөкер, эш куарлык менән булышам, төзелеш эшләре менән булышам. Чөнки әйттем бит инде, студент сакта эшләй башлаганмын, Корултайга эшкә төштем. Корултайга эшкә сакыргандан соң ул вакытта Хамитов осырыйны, 2011 ел. Яңа Хамитов килгән вакыт. Шул вакытта эшкә сакырдылар, зарплата 4300 алайын. 4300 зарплата 0,5 ставкага. Шунда бардым. Нимәгә бардым? Үземә тәҗрибә алыр өчен. Чөнки анда сынапта ул мин барганда Фәнзил агай, Фәнзил Талгатович Әхмәтшин мен бер бүлмәлә эшләргә туры килде. Вәли Әхмәт агай Бадретдинов бик акыллы агай шул. Алар миңа ничек хаттар язарга, нинди мөрәҗәгатьләр эшләргә, ошо юнәлештә эшләргә өйрәттеләр һәм шул эшләгән әлеге баягы
ақса етмей, шул ук вакытта мен дворник болып 14-нче мектепте эшлегеним, шан балалар баксагында дворник, шан кискен охранага 3-4 орында шайтып нителен. Иртенсек параһың, китеһең мектепке эшке, кар көрөйһең, кар ала коя, шан ки корултайга эшке кайтып душ жигерәңдә корултайдан кискен әпәтме садикка барып шайтып эшләп йөрүп 2000-дә мен ул вакытта корултайда эшләйнем, күкбүрлеле йөрим, корултайдан күкбүрнен китү дә харайдар дигәндә шул вакытта эшләп президент атама үзгәрткән вакытта мен каршы сыгыш яһап шунда һәм минең корултайдан эштән китүемне харамлар. Ямагат ише шундай эш анда теге һин әгәр властьны тәнкыйтьләң бүтән ирдә һиңа ни тәгәрмәсенә таяктыгалар, юлдар ябыкты, эшкә төшү авыр булды һәм стройкала эшләп башланым. Стройкала эшләгәндә көнне 1000 сум биреп шул эшләп китилде, охшай башланым, шуны үзем эшләр ала башланым, егетләргә башланым, ярып итә башланым, төшенә башланым, проектлар белән таныша башланым, укый башланым, шуны һәм ошо юнәлештә эшләп киттем. Аллаһка шөкер, эшләр бара, хәзер куркмайынса зур иканчы объектлар алып, һәр юсыктан нигезеннән кыйгына эшләр алып эшләйбез. Шул беренчедән яхшыла, чөнки Сибирьдә көп егетләр ситте эшләй бит инде. Монда безнең республикала барыбер теге эшләйм дигән кешегә эш бар ул. Теге эшләргә була, аксагында эшләргә була, табырга ла була, егетләргә ниндәйдер эш менән ярдәм итәргә була, чөнки инде вакытында акса түләһәң, һәйбәт акса түләһәң, эшчеләр бар инде. Ана стройкала кайдан подрядтар табаһыгыз? Күп осракта мәсәлән инде эш эшләгәндә һәркем һин теге бар битендә реклама һин үзеңдә ничек тәкъдим итәһең, теге эшкә дигәндә бер кешегә барып мәсәлән забор эшләп китһәң, ул икенчесенә тәкъдим итә. Була шундай сактар һин өлгерә алмайсың. Объектлар күп, аксалы объектлар, хактарын күтәрә башлайың, эшләйң һәм ни эш булмасакта кайсы сак объектка бирәң һәм бар күп безнең шулай эшкуар агайлар кемдер ни ярдәм итеп ниндидер эш алалар да ниндидер өлешен шундай бирәләр, без эшләйбез инде. Кыскасы Авитоны и сарафанный радио шундай. Сарафанный радио ныграк эшләй, Авитога караганда. Бик теге авыр булса, обычно ул төзелеш эше ул сезонный эш. Язгыһын башлана, яй буе гөрләй, теге өлгерә алмай, акса эшләп калган, кышка запасы яңда бит, кышкыһын авырак булган вакытта уже кайсы осракта булганы барын Авитога алган сактар. Бүгенге көндә Аллаһка шөкер теге ондай ни мохтажым юк. Авитога бир. Аллаһка шөкер эшләр биреп торалар. Менә элек оешма булган вакытта шул все-таки оешма кешеләрдә бер инде акцияларга, пикетларга сыграйын. Менә башкорт оешмаһын яптылар бит инде, экстремистский дип признавать ителәр бит инде. Тик бар экстремист дип признавать иткәндән һуң халык туктап калманы, нисектер минең күрүемсә үзенең үзе сыга башланы. Шулук Куштау битендә, шулук әлеге вот язгына булган Ишмырдала, Темәстә, Моңарсыла күп йерләр булды. Халык үзе берләшеп, организация итеп сыга. Шулай күренмәйме? Элек оешма эшләгән эшләрдә хәзер халык үзенең кулына алды түгелме? Бар, килешәм, чөнки сынапта безнең әйтеп үтергәрәк башкорт оешма бүгенгә югары судман экстремист оешма дип карар сыгарылды һәм бүгенге көндә эшмәкәрлек алып бармай бөтенләй. Әмма ләкин оешма ябылу менән битендә аның бар агзалары кемдер теге олар югалмаган, олар бар бултырала. Галинда үзенең интервьюсында әйткән без барбыз һәм ни бигрәк тә халыктың аңы касан күтәрелде теге халык ул йоклай да һәм капыл дәрә уялып китә. Моның сәбәбе булды моны Темәстәге булган хәл вакыйгат дип мин әйтәм. Яңлышмакмын. Анда барып кайткандан һуң без ир-егетләр яйын үткәргән паймакта без уйламагайнык шуны самма халык йылыртып, әмма ләкин мин исәбендә әйтәм, күп ир-егетләр килде. Кайбердә халык теге һуң булгас уяна түгелме? Һуң, мәсәлән, Куштауды алайык. Куштау битендә тегенә прецедент булды бит инде. Мин менә йөренемдә дус егет менән бер Куштауга хәтлем ярты ел калгайны. Даже дуспан китә барабыз да яңлык сыга бит инде. Хабиров әйтә бит инде, Куштауды разрабатывать итә бит. Шунда мин китә барам да уйлыйм, неужели безнең халык Куштауды бирер разработка?
Ой, болмақ, қайта бірдім сығырмын деп ойланым да. Мен ол вақытта көтмәгәйнем. Хатта 10 августқа хатылым мен көтмәгәйнем кеше шулай 5000 келер деп, 7000 келер деп. Қайбірді кешені келіп еткәскені ояна түгіл. Ол теге ниндейдер мәл бола, халық ойламағанда көтеріліп сағайын. Аның сәбәбісі мен әйтіп мұна бітіріп қойын, Баймақтағы болды ерегеттер. Шонда біз көріп, теге халықтың оянған мәлінде дөрес юнәлішмен еш берейік деп, біз әрбір райондарда еңдар өткен, ерегеттер қоры өткері баштаның. Hem uylamaganda rayonlarda meňerlep ýer-ýigitler saga. Ol aňlay meňerlep ýer-ýigitler hem işlerge edir. Şol wagtda tigi bilen halkymyzyň problemahy köp. Emma lekin tigi eger bugünkü döwlet işmekerleri bilen şunda birlikde işleýän köpke ýeňilrik bolar. Emma lekin halyk oýandy, özlerini goluна alıp, hatda beleki awullarda ýer-ýigitler goroýuşdurlar başlan. Bütün problemalar awulda ekologik problema, eskilik, kimler anda araka hata ederler. Oşu problema köterilip, hatta ömeler, mesitler, ziyaretkerler, oşunda eşkitте şol hattam şaltıratılar, köp unda sakarlar, banda tege hem yarılıp ülgür almayan tege köterilip, ana şunun sebepsi hele bulgandır kuştağının neyinde biz yigitler men aralaşıp söyleşip oturalım, şunday hagımtaga keldigende, onun da sebepsi bar tege. Çünki tege ana şol rayonda köterilgen yigitler kuştağda barhıla bolmaga köpçüligi şunda. Кешенең уяну факторы. Мына Файлағай айтып кеттіген бетін эскелик тұрғанда, башқұрт ұйышмаға өйді вақытында шол эскеликке қаршы көрәшіп, ауылдар бойлап үйренудің, шының өдімтілері болды ма ол? Әлбетте болды. Әлігілі баяғы ер-егіттер қорында тіп айтайымын да, біздің бұл хорау бигеректі Фензилағай Ахметшіндың көтерген хораулары тіп айтам яңылышмапмын, çünkü ол теге дейін кешеге боларақ, құрылтайда іштеген вақытта ол теге айық ауыл конкурсы бүгінкінде бар бетінде, шоның инициаторы деп айтам яңылышматым. Оның ие анда Фензилағай Ахметжан, Роберт фамилияны ұмытып тұрам. Марат деген егет алар бірлікте ошо нейде айық ауыл конкурсын башлағайындар. Hem ошо йыйындарда бұл харауды көтерге болдық, hem her bir ağılda bu problem mına aşamazsan Ilyas'ın indi. Şol hatlım odzuftar köp boldy indi. Bizim ağılda şolta kelip gine kiytigiler, yalqıtты bezi ultirip. Biz ede hüleşti, ede yürüy başladık hem her bir ağıllarda planlar tötüp, birinci barabız, ultırtabız, anlatabız, statistikаны көрәбіз, eskilik neydi. Mına her bir ağılda isimlik tüti başlanıp. Kimler helak bolgan hem ne üçün? Aşalmaz, menin özümden ağımda la men oturus isimlikte eskilik arqanda köp ol tege en köp ülüşü statistika boyunca şol eskilik arqan. Ben aytam bit bizge halkыбызda tege birinde huguşhızda qırıga bola mına eskilikne indirhen mına halkka şol yete şol bizning halkыбызda qaras. Ol ısındıla zor problem. Hem bizning mına oyuşma bilen sutqa berip oluşqansı eğer devlet koşulup berdemlikte yardım etip berge işte o şalıp barak mümkün de bir zor yengüge ülkeşken bulundu. Rezultat buldu. Ağılda oyaldılar. Çünkü biz üylerini her birinin barabı anlata kimdir anlay hüz bir biz anlanık. Eşeğde hoplayıp başka hatmayıp kayhır ağıllarını bütünlük taydık. Bar kimderiler talaşa erişe hoğuşa degen alarga politsiya saqırıp protokollar tüdüy biz. Ulayda anlamaha oş internet qayadıp halabına bizim halkımızda kim esir rezultattары buldu. Bugünkü günde köp şaltıratılar var, etkenderi var. Fayır mına bala şol ağıldan şaltırada her kelip qaytqayın, eýinde tanыс bolup qalğayın, emmelekin mına hoňky wagtda kiri başlanýar, kirip gine qaytygy dindi. İhlas köňülden işlehe kiletik. Mana bit, indi mafhum bar. Oyuşmаны ябу ол Хабиров келеуден башланды. Меңе кімдір әйткәйін, ең төді Хабиров, я Хабировтың кешілері, я ақ йорттағы болған кешілер, ойышманың ағзалары мұнан өйлешіп баташқандар. Фатирлар бөлі кетті деп, бәдің мән ештен, шол болды мұ? Фатирлар бойынса yok, болманы бұш ғыд, олар келгестәйі сақырдылар, шақсан мені Ансат Бадранов мәнен көрішкәндік беді. Hüleşo buldu. Min de özüm tege turak hüzlere qatarak belki men aytalmayım indi. Anda bizning taqdim buldu indi. Mana biz keldik. Alardan
Hüleşude bulmagandır indi. Hüleşu bulha, hüleş nindedir kileşu belki bolar nindedir yönelişte iş alıp barga. Amma lekin alardan ultimatum formahında aytibleri Başkurt uyuşmanın isimin özgertip birinci sorakta eger artaban işlerge uylagız. İkinci bugan inde saralar ötkerege bizim menen kengişleşirge tiyişige bizim menen согласовать itip мероприятиялар işlerge tiyişige hem kuştav вопросын көтермеске шундай условиялар болды. Бир әлбетте мен андан енді мен тураны айттым. Бұл біздің хедбедеме хүлешерге келдігім, әлде ультиматум қойырға келдігім. Азат айтты, хедімен с вами никто не будет разговаривать. Мен айтам, ну, олай болса біздің хүлеші болмайын. И шунан жолдар айылдыла біздің шунды қойышмаға уголов иш асылды. Шул вакытта куштау и киттиле барды енді. Uyuşmаны 12-нче елда яптылар бит. Uyuşmаны 12-нче елда яптылар. Мына Хабировтың цитатаһы бар бит инде. Яңарак айткан, в политике очень жестокие правила, и первое правило: власть, она никогда просто так не дается, власть всегда захватывается. И тот, кто захватывает власть, не расстается с ней. Это что, әйтү менен ризалашагым. Кызганычка күрә ысым барлык шулай. Ысым барлык шулай, чөнки бүгүнкү күндө biz demokratik ilde yaşayıp diyek de ama lakin yok bit haylolar. Benim oşu sud işinde de şul haylolar boyunca көтерген temаны yazganlarında. Bana her kimden horan o haylav nisik. Bugün günde eğer sınıfta haylav menen kişi almayken bir haylay alamadıkken o da bizim prezidentimiz de o da bizim başlığımız da bize hal ikincilerek bulur. Ama lakin bar kılanlar kimler küslerek, kimler aksalarak алар өзләренең кешен куйын һәр бер регионга, һәр бер республиканы бүлеп алган, бүлешеп алып биткәннәр бит инде. Кыргызстанга каршы юк, шуга ла бит хайлауларга кеш йөрми. Һәр нисек кенә сакырга талашмайдар анда. Бүләгендә биреп карайлар, газета, подпискаһында оештыралар, концертында куеп карайлар, бушлай ашатып та карайлар. Иң мөһиме хайлауларга кеше киген кемдә хайлай аларга караңгы килһин деген не булган теге халык йөри дигән хуй булган чөнки халык йөрмәй. Халық йөрмәһә лә шул уйлап, ядып, сагарып, кем керек шул үткәргән. Хайлауга бардыгызмы соңга? Юк, мен хайлауга бөтенләй йөрмәйм. Файлагай, һез менә ни өчен хөкүмәткә каршы сыгырга куркмайыгыз? Кайдан аласыз көз көрәшергә? Мен хөкүмәткә каршы сакмайм да ул. Теге дип әйтәң дөресрәк булмайды, чөнки мен көбенсә теге үзебезнең хукукыбызды яклап Özümüzün respublikamızda, özümüzün geleceğimizde uylap uyuşturulgan bizim saralarımız bir taraf olmağınla. Ama lakin şu bizge karata alıp barılgan siyasat arqasında kelip çıqa bizge şunu xiyin etmişlik hükümet men köreşirge indi. Eğer de bizde sınıfta tege hükümetin içinde по внутренней политике eski işler деп айтайын екен, Башқұртстан керек болады. Бойынша аңлаған кешелер етекләһе, ошондай хәлгә барып итмәсенлек. Күпкә безнең күпме ямагат эшмәкәрләр бар, кемдер басым астында ебит. Алар менән уртак тел табып, эшләп, улар бит инде теге юк бардан килеп сыкмай, ул проблема, ысым барлыкта проблеманы күтәрә. Бер өстәргә утырып, һөйләшеп, ниндәйдер юнәлештә бергәләшеп эш алып барганлар безнең республикабыз халкыбызга күпкә яхшырак булган. Бүгенге көндә Кыргызстанга каршы мына теге хөкүмәт тә тең басым аркасында ямагатсырак менән ошай ни тарткылаш барала инде. Безнең хукуктарга килгәндә, Муртаза Гобайдулла улы Рахимовты президент должностеннән алып ташлаганда, ни өчен һезнең фикерегез буенча халык сыкмануны якларга? Мен Аллаға шүкір болты тарихи мәлді Өфе қаласында актив болып үлгірдім, мен де көріп ол мәлдерді енді ол уақытта теге кейсен мен ятып жоқлай алмай атқайым. Шол есте қалғанда ойланып, неме мен бөтер, артабан неме болыр. Чөнки ит білгенден алып Муртаза Рахимов бетенде нешелер елдар мана хинге керек болса біздің бабайды алып таштайлар дегендей теге аны тәнқидлеушілер де болды. Мен өзімде қайсақ тәнқидлеп ялған хударым әмелекен ол теге шунан құрылтай, бүт дүния башқұрттары құрылтай ейін еді.
Эде болай болмай, сахабыз, үйләшәбез, ул вакытта Азамат Галин рәисине, Фәнзил агай Ахметжандар, бүтін ойышмалар, Артур Идилбаев, СБМ, Вейскугбуры, анда бүтәле елді. Ниндеген ойышмалар yok, қайнап тұра құрылтайдан здание, ешнәрсе ясағады, ертегені орамға сырқақ yok кеше мына, ашанағым yok ма үйде. Неме болды? Her şol түнді, her бірінің, мен ишетуім бойынса, Аллаға ғалим деген, әйтеулері бойынса, her бірінің үйлеріне үйреп, жылтыратып, хатта, мына кемдер беден бетінде бар ор, бұл Башқұрт құрылтайының ағзалары, интеллигенция, профессорлар, яғдосылар, шағирлер, Башқұрт халқының етеймді, сливки қаймаға анда елған, һәм her бірінің үйлеріне еріп, үйләшулер болған, шоға Бәс сыққанда анда мен хаманда қатерімде бір егерме отырлап қана кеш сыққанмындар. Сураға Елназаров икемде қалған сөйінке ол теге инвалид кәреске хама баймақтан келіп еткеніне шонда нейінде ол нық зор көрсеткіш болды. Сөйінке Мәскеуден нық әдірленгендеріне ештен бойынса анда Альфа, Спецназ, нендейдер Беларусь ормандарына келіп жатқандар халық көтерілі әтіп теге әдір болғандар. Әмелекен халық бейтараф болды қаты ұйқылайын сөйінке. Қаты ұйқыла олар үйренген. Мына шул қаты ұйқылау тұрғанда Мұртаза Ғабидуллаұлы бәлки орысша айтканда не на тех людей ставил келіп сағама? Бәлкім теге шулайда да екен сияқтан мен әркім өзінің орны үшін қорқаймын. Мына район главалары һәм Адаққа осырында теге ол вақытта теге мен көп кешелер мен ошо ямағат ішінде жүргенде көптермен аралашып сөйлешер. Әркім өзінің мәғлуматтан сөйлебейтін ол вақытта теге Мұртаза Ғабидуллаұлы енді басқандар тайғандар егерде ниндейдер халық қозғала ниндейдер көтеріліш бола екен аны олым менен қорқытуыма мен әлегеле баяғы кеше күннен айтамын теге ниндейдер қорқыту район басшылықтарыма сөйлешулер болғанды һәм қайғылар осырақта айткендер хатта үстен сықмасқа шауламасқа моторын айтып керек шуға білмеймін неге олай болғанда мені ойлауым бойынша теге халық бәлкім нендейдір өзгерісте күткендір нейінде қаты ұйқылау болғандыр барғала яқшы болды дейтінде Рахимов өретті бары өзінде несеккені әйтме тәңқітпәңді теге Рахимовтың менен әзірге басшылықтармен сағыштырып әйткенде ол теге нейінде Her rayonga yürü, halkman osuraşa nedir problemler, her bir Хужайын, nedir işler al barıldı, üseş barıldı, mektepler asıldı, nedir tege avullarda tepkil avullarga mektepler alsу, her uyman anlayın öte, ninde onday siyasat alıp bargan. Çünkü Başkurt halkının Келесеге телі ол ауылдарда, түпкіл Башқұрт ауылдарын, ауылдар бүтмеген, ауыл бүтті, тел бүтті, милләт бүтті, тіп, әр вақыт қайбір сығыштарында латыңдарға тұры келді, әдір бұны аңлала. Әмелекен асылған мәктептер бүгінкінде көпе ябылды, әм көпе бұштыра. Башқұрт яштарымен арнышаңында, әрбір дүртінсінің Рахимовының фотоға бар бәлікі сағанда, ауылына келген ол флок ма, клуб ма асқан беттенде, спортзал ма асқан, біздің ауылда 2013 жылда Орал фонды менен ярдамында біздің клубты төтөклендірділер беттенде. Шындай примерно стапта бек көп. Мына әдің ғайлегерге келгенде файлаға әрді мына Тоталарда ябалар өтіне, тоталарда ябалар 15 суткаға ма, алып кетелер ертен сәк шыл облыстарынан келіп. Әдің мына тұрмыш иптәшігі несек шының аша өте, несек төйда ол? Тұрмыш иптәшіме келгенде Аллаға шүкір деген мен. Оңында мен де ойлақтан ошы емәғат ешенің алып барған ештің әйтер енім зор өліші алалар. Çünkü тыл ол нық керек. Емағат ішінде мен теге танышқандан алып, танышуда біздің қызық болды енді. Никах оқытып үйленішкенден, ошы күнге бірді де айткені болма, етер деп, жоқ мұнан болағын деп. Әр вақыт аңланы, әр вақыт терек болды, әр вақыт түзді, ысын барлықта мен ағыны нықы рахметті мен. Мен оңғам мұнан ойлақты. Демек ол аңлаған әді өзгерті болмай екен? Бәлкім аңлағандар, бәлкім көргендер теге бар ортеге ешеген кешені көрген бітін есек менде жолдан барын шуға
Çünkü onunla tanışkan vakitte men yemek işinde aktif iş alып барайным, hem ol аңлы рәвештә кияүгә сыккандыр дип уйлыйм. Мына булдымы шундай мәл ата-әсәгә дә әйтте. Булды, етте, улым тукта дип. Булды. Әйткән саклары булды. Бала әйтәм бит мына өйгә авыз менән килүләре, унан алдала ата-әсәемдәрнең участковый килеп, объяснительныйлар алып, касан кайтты, кемдер менен күреште, ничә көн булып китте дип шундай алактан шул ишетәм дә бит инде шунда мен участковыйга шалтыратам инде етер тыйылыгыз мен әйтәм анда теге ата-әсәемне көйләндереп анда барып йөрүгә дип һөйләшүләр дә булды. Мине хатта шуннан соң тыйылдылар. Бар үзебезнең авылдаш кешеләре бит инде. Шан һәм бер кайтканда инде теге ниндәйдер шул Куштау вакыйгаһынан менән онан алдарак бер теге ой теге етер инде, уже йөрәге дә авырта, не әйтеп бер атайым әйткән, мин икәһен утыртып һөйләштем дә ата-әсә теге минең өчен зинһар кайгырмагыз, мин үземнең юлымда хайлаганмын. Мин аңлы рәвештә әгәр беләм утыртуларга ихтимал беләм басуларга мин ошо юлда хайлаганмын һәм ошо юлда барам. Зинһар шуны кабул итегез һәм мине аңлагыз. Һәм бүгенге көндә ни Аллага шүкүр. Аллага шүкүр аңлайлар, кабул иттиләр һәм борсылалар инде. Борсылмай булмай. Бул нидән һуң да инде әсәйем дә атайым да эсеме сала инде. Һиңа шалтыратырга буламы? Коркып кына ядабыз. Хәлдәрең нисек дигән шундай. Ата-әсәй дә түгел, шул яктан мына катырымда кыйнам дәвит инде теге. Безгә генә еңелрәк бер исендә кайнап агалар ситтән карап, әлбәттә кайгыра. Баллар утырталар, хәзер басым бу өйдәре, ниндәдер белеп булмай дигән, ни кайда ниндәй сиккә барып итер, шуга әлбәттә кайгыралар. Мына бөтә хәддә теге задержанияларда утырган Куштау өчен шуларны суммировать итәң, ничә сутка утырып сыктыңар? Юк, күп түгел минем, күп түгелдер. Бер ай, 2 айдан аша 2 ай бәлким. Ханаганым юк. Иле санам. Булдымы мәл теге сителгә сыгып китергә дигән уйдар? Юк. Сителгә сыгып дигән әлбәттә теге менә каңгырыштар башлангас, оешманы япкандан соң теге мөмкинчелектер булды сыгып китергә, ләкин мин теге сеттердә яшәү мин күз алдына килтерә алмыйм. Мин даже теге ниндәйдер осракта ярар, утырталар. Ултырда сыгырбыз, бул хана булар, ләкин кайдалар ситкә китеп, гаиләмдә китеп, я гаиләмдә калдырып, мин теге башыма хаймайны шуга мин үземнең илем бар, үземнең ерем бар, үземнең өем бар, мин моны бер кайдага китергә уйламыйм да. Мына һеҙҙең башҡорт ойошмаһының ағзаһы Руслан Габасов сителгә сығып китте бит инде. Ул ни өсөн ундай решение? Ни өсөн сығып киткән? Уны сығып китмәһә ултыртырдар инеме? Был турала ни өсөн дигән әйтә алмыйм. Русландан ара. Уннан карарга кирәк. Гомумән әйткәндә мин аның дөресен әйткәндә сығып киткәнне белмәй калдым. Ул беркемгә әйтмәде. Сығып китте. Һәркемнең үзенең яурында башы бар, һәркемнең үзенең уйы бар, һәркем үзе уйлай, һәркем үзе карар кабул итә һәм һәркемнең үз юлы бар инде. Шуга мин монда аны осуждать итә алмыйм. Яклап та әйтелмәйм, һәркем үзенең. Әгәр шулай хәл иткән икән, ул уның язмышы, уның юлы. Мына Куштау вакытында шундый һүҙҙәрҙе ишеткән халыҡ араһында Куштауҙы һаҡлап ҡалыр өсөн мин ултырып сығырға ла әҙер тип һеҙ әйткәнһегеҙ тип халыҡ йөрөнө. Һеҙ ыстап ташлай тип әйттегеҙме? Булды, әйе, сөнки Куштау ваҡиғаһы Аллаһ Тәғәләнең ҡөҙрәте менән инде теге. Куштау ваҡыт алдынан мин Стәрлетамаҡта иш тәҡдим иткәйнәр, Стәрлетамаҡҡа эшкә сығып киттем. Шул ваҡытта егеттәрҙе лә бер нисә егеттәрҙе үҙем менән алдым. Ҙур ғына объектин эшләп йөрөйбөҙ. Бер көнө һәм беҙҙең анда иң актив егеттәрҙең береһе Юлай Аралбаев, Ишембай районы, шул Торатау, Куштау янында йәшәй бит. Шылтыраталар Куштауда не инде. Тау башында ағастарҙы яғалар тип инде. Беҙ ултырҙа сыҡтыҡ. Был нисәнсе? Июнь, август? Хәҙер әйтәм, июль булғандыр, әйе, июль, август баштары, июль аҙаҡтарылыр.
Шылтыраттылар, біз машинаға отырдық та бетін, егіттерді тиелесақ та кетті. Бархақ, тау башына бірген үйрейді арасында техникалар ма үйрешкендер. Техникаларды тоқтаттық, башқұрт ағайлары, шурхаттың қалылық бұғандайымды біз арғаттайдық. Мен айтам, әдір елі техникаға дейтіп жүрі, елі түйшігіді, тағым бірді келхәге біз, не шында үйлешедер, қарта үйлешедер. Нейінді, әммәлекен нейінді. Бірінші ғымдке стағым ендейдір провокацияны ағасы, тағым біз анда бетінде шынан ойланып, шынан орындағы халық, анда Рафаэл ағайдар бетінде активтегі завхоз бетін ысламетті алар мен таның Гарабой менен анда танышып, шул вақытта бетін ешкетті алар пикет ойыштырғайындар, анда мен ғайлеммен барып кеттім, менде жолай оқ барғайын, анда Қырғазға көре кеші ханы әвенейін анда. Тәугі пикеттарда шан нейіні шан ойланып, рөлді қайтып келем беттім, мен айтам, бұл халық жай бейтараф ма, әлі реально. Сөнки Хабировтың сығышы нық болды, әм барыбыр теге құлышта бойты разрабатываться, теге не пытайтесь меня нейтіп, анда недер күсті сығыштары арқағында теге мен халық қорқытым етіп ойланым. Әм сол вақытта мен айтам, балай болмай, теп өфіге келіп, егіттермен еліш ойыштырып, әйтіп, әркім еш бөлініп алып, манда теге біздің бір түркімдер, әгер шолақтары өфелеға түркімдегі егіттердің еші бекілір вақытта еткестігі әбір әйткім кемейдігі басымдан вақытта еткес бол туралы мен янып қалырмын алла бір қап келесекте. Çünkü реально зор ішішеген егіттер бар, теге көрінмейін сейін. Әмі сол қоштауда шындай флешмоб ойыштырға болдық. Мен айтам, показательно флешмоб боласақ, или біз әдір халықты көтеріп сығарабыз, ебіз, или біз қоштауда оғалтабыз. Сол вақытта жаңылышмаған 9 августқа қойдық мекені. Келейіңдер мұш дейілсің? 9 август флешмоб болды, кескенде петершкалар келдер әлі. 9 августқа флешмоб қойғайдық, халық ғаламәттін о. 3,000 ағылып келді енді бөтіне. Шында мен әлхамдүлілі хақлап алып қалабы. Деп неттік де, шынан башланды енді, оны кейс. Біз арып қайтып, сөңке біз лагерда ешейбіз, сонда ашайбыз, қайтып ептешегетке барып, Мұнсайыны олдырғақ, Мұнсайы келіп енділер, теге, мұнда келді спортсмендар. Теге, егеттердің қайылығы сонда көрдім. Буквально 10-15 минут жолайдың анда ешін барайына егеттер еліп, көптеті бөлбеді, 30-40 егет дегенде, өсе 4 егеттер қапма қаршы келіп, үйләшіп кетті. Сол вақытта бәді көрдік, алардың көздерінде қорқу. Бар теге стенка келіп тұрағын, манда 30-40 кеші балақты маскаларды талпа тұра, көзге келешіп үйләшіп кетті. Емен көрдім, алардың көзінде қорқу. Әм ошы қорқу ма, біз алардың енді. Алардың мақсат бетінде автобустар келді, техникалар индіргені біз тұрдық шында. Еткелешіп өфінен егеттер келе баштаны әм Аллаға шүкір. Қоштау вақытына қайтқанда бәлкі неменелер өзгәрттер неге артқа айленіп қара? Бұл туралы мен алып бары бекілегенде осы қорауды өйме бергенім. Немені дүр ішлемеген екен, қайырда неме ішлерге керек болды екен. Сөңке теге ол тұртқан вақыттала егеттер шылтырата немешлерге 15 күні бетінде. Автобусда әп кетіп барғанда телефон өлімменен тергені шылтыратам, шында елір керек, ертегілікі мұтлақ рәуіште шында келіп, шол егетке ориентировать сәйттегі шында барығылар айындағы егеттер шылтырату әм ойланам тағын неме ешенім етмені. Бұл қарау, жоқ, мен әйтермін Аллағы тәғілі неме адған шоны көрдік, өзгертерге керек мәйдір тіпті даже әйтермін. Сөңке міндедір бәлкім өзгеріштер бұға бәлкім икенсілерек келіп сығып, мүмкінде қоштан шоға несек болған Аллаға шүкір. Нашол 15 августта тұтылған егеттерді 10-15 сутка яптылар бетінде. Хабиров келгенде қоштауға біз шында Хабировна сөйлешерге тейшінек ме, что бұл егеттерді сығарғанда. Шындай условия болырға тейшіне бетінде. Несектер бары егеттерді сығарбанылар 15-10 сутканы отырып сықтылар бетінде. Мұрзағұлов бетінде әлі инагент, сетілді өрі. Әдің қоштау өсін ғафу етәге ме? Мен ғафу етерге, мен аға бір кімді түрді, Алла Тағала ғафу еттен аны. Әгер де теге хаталарын танып, халық алдында ғафу еттен екен, публичны теге,
бүтін хаталарын танып не ғафу етмеске. Мен ойлаймын, мен ғафу етермін. Әмма ләкин оның яғынан андай мүмкінде теге бірінде хүдде ешітілмей теге мен тоймаймын андай. Әркім оға өзіне Алла Тағала андай болып берген. Ишмырда һәм Темеске келгенде ол халықтың еңеуі ме? Шул хөдімтәләр. Еңеулер деп айтам, сөңке бүгінгі власть деп айтайым екен дұрыс болар ма? Теге ауыл барған саясат халыққа қаршы керейін көрәтейді. Шолық следственный комитет бүгінгі ненде анда предприятиялар алтын қағаларыны о яңырышмам, о Графский, о Таналық кімдеріндер нешелер миллионға 650 миллион жауапқа тарттылар бетінде лицензиялары алынды бүгінгі. Халық шолық көзді хүйлегеніне. Демек халықтың көзі дұрыс болыпсыға һәм нендейдір кемелді бұл еңеу һәм мен ойлайым көреш бұның маңына бітмегендер келесекте нендейдір тағын бұл хорау көтерілесек. Сөңке біздің Орал арияғы соттала мен өзім сылышында еткенмен біздің нық байық, нық тәбиғи қағылмалық бай әмәлекен халық ярды ешейді. Шуны ғана теге асуым келейінді көпмі карьерлар. Хаманда карьер асалар, хаман карьер асабы дейлер. Көпмі карьерларды уже ішкәртіп кетіп біттілер әмәлекен ауыл халқы несек ярды ешей. Шуы ауылдар несек емерік, хаманда шулай емерік қылды. Шуға бұл ғарау, бұл Ишмырда Темес ауылының әлбетте еңеу һәм бұның маңына бар теге тынысланырға керек ме? Артабанда бұл ғараулар көп мілер вақыт өткесі бұл көтерілесек. Қоштауға келгенде әлі Қоштау үшін көріш жол Тұратауда башланды бетендер ойлаған. 2010 ел ма? Һәм Қоштаудың еңеуден соң бек көп конспирологик теориялар келіп сықты. Яны әлі изначально байсканы өйдегі хөкүмәткә алдыр өсөн Хабиров схема продумал, чтобы яны әлі Қоштауды разрабатывать ете башлайдар да, яны әлі кешелер сығала, Путин байсканы неге алып, шындай конспирологический теорияларға ашанағын. Жоқтыр. Бәлкім мен бұл туралы көп ешіттім. Әлейін хүйлейін бетінде көп ешіттім, көп тапқыр айттылар, бұны ненедер сценарий болған. Жоқ, мен ол айтып ойламайым. Ол теге халық... Сөйкі ол қатылым халық мәнен теге управлять теге? Оның ярар алағы қайырлы болды. Мұна талпатып әйтем, халық ела, ештер, асыланған ештер еті бөңкін арыған. Сөйкі ол Қоштауғына проблематығы көмімен. Ауылдарда ескелік, ауылдарда кемдер ерген алылар, проблемалар, ешерлік, ердері, северді еші қатындар, манда көп ғайлелер тарқала шынуарға. Хәм ошу проблема ела халық көтерілді. Шол көтерілген вақытта хин білмейін немемен бітір. Мұна Аллаға шүкір Қоштау вақытында бірніндей жыртва тіп әйтеймінде болманы. Полиция қызметкерді яғынан да нендейдір әлбетте болды, кемдерді қолданғандырды, кемдерді анда башы ярылды. Кішілер арасында ябай халық протестуші арасында стапта болманы, сөңкі қолқыныс болды, 16-ғы травмат менен үйренелер. Жоп. Оны әлі білмеймін, бір кімді көтермей өйтін, уже ұнытқанлар өйтін. Ұнлық провокация шуға бұл осырақта нейінді. Әйті болмай, ұт менен ойнау теге шундай бұл нендейді ходовка болды, мен оға ашанмайым. Ондай теориялар кел шундай вақиғалардан менің фікірім өсе келіп сығып тұра. Қоштаудан бетінде Қырмытқалы хәлләр болды бетінде. Шул Қырмытқалы несі келіп сықты ол? Неме ол? Халықтың эйфорияғы ма? Провокация? Деп дейтелмейм, провокация деп дейтелмейм. Ана сөңке Қырмытқалыға проблема, ошы егеттер кейтіп алған проблема ол. Елегіліктен Қоштаудан алда ойны бізге көп тапқыр шылтыраттылар. Анда қатта мектептерде балаларды тұқмайдар, өздерін нағылы тұталар, ескелік шешелер таштайдар. Шундай бізге мөрәжағат болдылар, ябай халықтан келіп қайтағыт бәлкім нендейдір тынысланырда үйлешір керегіне анда матур етіп теге. Хәм бұл сұрақта мен ол уақытта ауылдайным. Теге әрбір егеттер үшін жауап беріп үлгірмей анда болды. Шундай вақыт һәм егеттер бары тек үйлешірге анда Қырмытқалыға кетіп бараларында. Сөңке мен аңлайбын, бізде көзету ішінде
Біреуді анда ниндейдер разборкаларға хәліртіге ниндеген статьялар сақманы бетіне. Yok, бүтінлей мен анда шул күнде шылтыратықта егіттерім хүйлешкейін. Yok, мен анда егіттер Корбан салғандарын екі қадам аш пешіргендер баралар көрешіп, хүйлешіп, жаңа барып корбан ашап қайтырғайын. Мен әйттерімді міндейдер теге егіттер яғынан дөріс болманы деп әйттерім, егер алар анда барып еткен бұқалар. Алар барып да етмейлер, елда тоқтатып, машиналарын, тедрелерін яра хоғып, егіттерді сығарып, ол теге қоштаудан ол, мен ойлайым, просто теге ответка болды. Үс алу. Үс алу болды. Теге егіттерден теге сөнки барыр актив қана егіттер анда елішіп кетіп баралар, райондан да келгендерінде нық қалты етіп қабыл еттілер. Ол теге бүтін закондар сектеріне сығып теге мүмкін бетін тоқтатып, документтарын қарап, себебін аңлатып, теге аңлатыр аңда тоқтаталарда, лобовой тедрелерін, былай тедрелерін, сондай деп қолғалы болды енді. Ябай ғана амын болманы, әбет? Жоқ, бұл теге өз мұна хинәлі дүртеттің ол өз аулы болды. Мына шол Қырмытқалынан нелер болды бетінден теге суттар, шол егіттерге условный сроктар ол еңі ма? Егіттерге условный сроктар берілмәні, егіттер ыстын срок олдырып сықты бетінде. 4 егіт бір әргер олтырып сықтылар. Бұл еңі түгіл енді, біздің закондар ешлем, алардан бір ғайып болмағанда. Бір ғайып етен беттеге. Бұл анау теге бұғаттар бойына біздің халқы болға теге батымдар, ғаделет батымдар ішленіп келген бетін. Шоға әгер біз осында ел хайлаған бөд екен, егіттер сонда ел хайлаған екен, банаға енді өздері аңылар өште. Алар бандиттар түгіл, алар есеп берген кешілер егіттер түгіл, алардың ғейлелері бар, балалары бар, алар халқы үшін янып берген, дүрістік үшін, ғаділік үшін күрешіп берген егіттер апар болтырттылар. Хәм бұл вақытты еткез, көп мінер вақыт еткез. Бия болма, бұл дүнияға келесекте, бұл бару әркім өдінің ішлеген іштері үшін яуып тұтасақ. Мен шу айтып. Әйтті өтіне шәдіген шылтыраты бәйттелер деп Қырмытқалыла болған. Әнші халық йоқлай өздері ойышмайлар. Қайы бірді бар мына активный егіттер бетінде. Көплік халық бар йоқлаған хамақ. Көрінмеймін. Бейтарафлықтар, қорқау барлар. Сөнки кемделер халық көре екен, ендейдер егіттері бар, шунда барып қайтқан хәл. Илиясмай көдалына келте алмай, ендеген ашылтыратудар ек. Мұна шәқси менге башқа егіттері. Менің хайыл келеге дәлі шунда проблема. Манда келеге дәлі шул айтқан бетелді. Мана қәбір хүйлеп берейгіз, башқұрттарды шунда келіп ярзам да ете алмайды. Әнешеп кемейгіз, башқұрттар үшін ермейгіз, не келіп ярзам етеге, мана бізде шунда ана шуны тұқмап кеткендер, мана не. Шулай қиябай кешілер. Бейтарап бізге береді анауын сен теге ақса төлемей дегенде өде-өден көз. Шуға ауылда алар үйренгендер кемдендір көтелер. Өздері бару кешелер, Ильяс, бар кемдер тоталы өздері хәлті. Біз аларды ишетмейбет, білмейбет, сенке олар өздері тоталы хәлті. Бар шундай кешелер кемдер теге, кемдендір көтіп тек ята. Бар проблема үйлеріне келіп әйбілден алалар, олайталар, бұлайталар, әмәлекен теге өдейтерге қимайдар, қорқалар, яғни. Мына әбетінде көп балалар әдің ғайлағырда ненде қиынлық бар, 4 бала ата болғанда? Қиынлық жоқ қанда теге. Әр бір бала өді ризығымен келе. Бір қиынлықта не етіп әйтерінім, уақыт етмеуі. Нық уақыт етмеуі, сөнки әр бір бала ол теге ата есейдің назына мұқтаж. Менің яқтан бұл етмей балаларға. Асын барлықта, сөнки қайқысақ бола шындай мәлдер, ертен сақсығып кетең жоқлап қалылар, кес қайтып енең жоқлап яталар. Ертеге несәлер күн көрішмеуің ихтималың теге. Шындай мәлдер бола әм бұл сұрақта әлегілі баяғы менің қатаныма көсті шайынды балаларды тәрбиелерге, оқытырға ақсаяғынан кейіндіру, ашаттау,
ешет уягынан менің елкелі бұға тәрбиелі уягынан зор еш алып бара менің қаттым. Мына әлі төп проблема қалала яшеген балалардың тегі башқұрт тілін ұмыталар бетінде. Шол башқұрт тіліне хүйеуді, башқұрт тілін білгендер үшін немешлерге керек? Ең бірінші ол сұрақта тіл ол бары бірті ғайленен тұра. Мана біздің үйде аралашу тек башқұрт тілінде, біздің балаларымыз бітелі саф башқұртса аралаша. Бар башқұрт ғайлелері, бар менің достарым, кімдердің башқұрт деп үйрейдер әммәлекен балалары ұрыса аралаша. Ұрыса аралаша, һәм олар ұрыса аралашқаш, өздері ұрыс тілінде үндеші һәм бұл бала не ярар өсе барғас деге үйренер, үйретер беттіп болмай ол. Яхин бала сақтан аны башқұрт сағыстан. Һәм бұл біріншінен, Ильяс, екіншінен ғайле ол көпмілер проценттін алға мектеп шулай жоқ. Мен әйтердім, сөңке мына мектептерде бар ор, үйде аралашахан балаларма несек, хаума анда олым қадам қалдары несек, әйдәк бар, анда тор, ят, әйді ашарға теге біздің әдеби тілде бит ухудлик аның маңына бітме, екінші мектептерде керек. Шоның үшін мектептерде біздің осырда башқұрт тілін әйттім бітін, бая әйтіп өткенім, теге біз башқұрт тілін, хатта тарих, математика, геометрия, физика, химия башқұрт тілінде болайын. Бүгін күнде башқұрт тілегіне, һәм хатта башланғыз класстарзала шулық математика, шулық екінші фәндер ұрыс тілінде апара, һәм шуға қиын. Бару екі яқтан да албарға керек тіл ешебет, екі яқтан да еш албар керек. Мұна қайда келгенде тағыла, әп кәләшігіз мен несік таныштығыз, қайда таныштығыз? Қатыным менен мен шол көбірлі ойышмағында үйреген вақытта алар әхиреттерімен бұғып олау қойдарыны. Шол бәдің иылышқа келділер, һәм нендейдір сарыла ярдам ете башландар. Шол вақытта таныштық, һәм көрәһен рухлы қыздар екенін, башқұрт қыздары һәм шында танышып кеттік те, көп те үйірменік үйрек бір ел бәлкім үйреген біздер. Енді шодан атай сейдермен танышып, шонда үйленішіп қойғанда, шол емеғат ешінде бәлкім шоғалыр бізге бір-бірі бізде. Ошы үйнелішті, ошы милли харекетті аңлау еңгідіректір. Біздің традиционный ғырау ысын башқұрт кім ол? Асын башқұрт өзінің милләтіне бейтараф болмаған кеше біріншіден иманлы, екінші өріп қадеттері ескілік нейдерін алмаған башқұрт өзінің келесегі үшін бұрсылған, өзінің тарихын білген, келесеген ойлаған кеше оласын башқұрт деп ойлаймын. Сөңке бүгін күндәкте көкірек қоғып мен башқұрт деп үйрекшілер көп ол, мәлекен өзінің тарихын, шәжерәхін де білмей, өздерінің балалары папа, мама деп үйрейтіге, ондай тімп менен барға, андай менен теге біздің мен ойлайым келесек ауырақ бар. Шуға асын башқұрт ол. Иманы болған, халқын ойлаған, тарихын білген, ғайле қорған, ишлі балалар өттерген кешілер оласын башқұрт деп ойлайым. Башқұрт тілі бөте сәт ме? Оны хинен һәм менен тұрайбез. Мен ойлайым келесегі бар. Мен Вадим Фаткиевич деген профессор барыны бек рухлы ағай. Көбірі вақытында біз Совет Ақсақалов дедіген, сол вақытта ол нейді. Мен анық құрмет еттімді. Бұғып ола бірден бір біздің ең құрметкен профессордан бірі Вадим Фаткиевич ол онкологияма ауырып кетті. Олы ғына ешті, екенесі ешті болғандан бір күні нейінді. Көстені салып қәл білерге бардым. Ендім де Вадим ағайларға несек нейді, шында үйлешіп кеттім. Мен Вадим ағай біздің халқы біздің келесегі бар ма деп құраным енді. Сон нейінді. Сонда ойлан, балай ұшықтай тімп менен давам етті біздің келесек жоқ дейін. Сол вақытта менің көзден еш ағып кеттен, есігінде. Мен келесек, Вадим Фаткиевичтің келесек олтырам, һәм несек мен бәл болғанда ол біздің миләті бітірге тейіш келесек болмаққа тейіш деп, шонан хоң мен тағында дәртіленіп, янып, іште башланам. Шоға ол өді біден тұра.
Удебен тұра егер біз теге иш алып барабыз екен, борсолып яшайбыз екен, менің әлбетте бар. Мына 5 жыл өтті бетінде Хабиров башлық болуына қай вақытта еңілірек ені? Хамитов вақытында ма? Хабиров вақытта ма? Я, Рахимов вақытта. Хамитов пенен Хабировты алайық. Мен фикрім бойынша Хамитов вақытында батымдар әдірек амағыны? Түгіл. Мында сағыштыр болмай, Ильяс, қайы вақытта, сүнке ол мәлдер екі түрлі ені. Бүгінгі мәл, ол бар мына хуғыштар бар, таныс түгіл мәл. Ол вақытта хуғыштар yok ені, танысырақ ені. Хәм Хамитов вақытында ол бар либерал деп айтам яңылышмақ. Ол вақытта индейдер свобода слова деге пикеттар өтейін, критика бар ені, деге критиканы қабыл ителер ені, сәхнелерден тұрып біданы Хамитов вастав өтіп, деге сығыштары қайтырғайны енді. Сүнке оның вақытында көп саяси осырдар болды бейтінде. Шуға сағыштырып әйтіп болмай екі хенделі. Оның вақытында несі қайы вақыт осырда нығырақ басымдар болды дегенде, оның вақытында олайық басымдар шәқсән біздің үшін, менің үшін деп айтамын де. Сүнке оның вақытында да басымдар болды. Келгесте Фәнзил аға Ахметчинді қолға алдылар, түрмеге яптылар. Айрат Дилмұхаметовты, Артур Изилбаевты анда білмеймін. Нендейдер облыстарымы мен хәтерлемеймін де, басымдар болды. Бүгінгі күнді мен сағыштырғанда әлбетте Хабиров ақында бегірек танық. Сүнке Рәмиля Сайтованы ұлтыртылды, бір түгіл екінші сұраққа шолайық Айрат Дилмұхаметовты тағын ұлтырттылар. Хәм олған башқұрт ойышмаған экстремист ойышма деп сотқа беріп, сот қарар сығарды. Чанышева шолу. Чанышева, Илдар ағай Юмағоловтың боттарын андырып, қавырға андырып. Бұнда Хабиров ақында мен айтерін басымдар нығырақ. Мына Хамитов вақытында Башқұртстан артта қалды ма? Жол хеделі ма? Әлігі бүгін күн мен сағыштырғанда, әлі ғойм мен. Жол көршілер менен сағыштырған ма? Қалды әлбетте. Теге Рахимовтан ғым Хамитовты қойғаста бетінде өзгеріштер нық болды. Сияқтан, сүнке ең бірінсі осырақта біздің милли кадрдар хорауы, Рахимовтың вақытында ішлеген кадрдары бүтінлей аларды сейсу башланды, юғыту башланды, іштерінен қылу башланды, оптимизация мектептер ябылу башланды, башқұрт тілін мектептерде теге алынып таштанды, үшінде өзгеріштер болды. Артқанық тегерені сүнке біздің нинде яқтан, түрлі яқтан қарға бола. Экономический яқтан, милли яқтан біздің нық басындар башланды. Біздің позицияларды сегіне башланық. Шолық конституциялар бірнеше тапқыр өзгеріштер ендірілді. Суверенитет алынып ташланды, башқұрт президент атамаға өзгертілді. Оптимизацияты башқұрт мектептері, көбірек мектептер, анда бір мектеп ябылыр, оңға онлап мектептер, бигеректе Урал арияғында көп башқұрт мектептері ябылды. Кадрдар вопросына евтей, башқұрт кадрдары бүтінлей сейсілді. Әлбетте не? Шол яқтан мен айтерінім нық. Әлігі әлдәуетінде Навальный түрбелі отыра, Навальныйға нендей қараштарда? Шовинизм, империализм, несіклейі? Навальный ол либерал деп айтерінім. Либерал сөңке аның сығыштарында не? Бар ортеге халықтың хөзе боларға тейіш, свобода слова теге критика боларға тейіш, әркім өзінің хайлаулар ерекілі боларға тейіш, әркім сығырға тейіш, аның сығыштары шулай. Әммәләкім либерал деген хөз бүгінгі күнде бар ортеге екі түрлі. Ол либерал орыс милләтті халқы алдындалыр деп айтермін. Сүнке мұна мәселен Навальный алайық ол елік шулық русский маршта қатнашып берген кеше. Шуаны өзінің қарашын өзгертті. Шуны һәм мынау яңылышмаған біздің Үфіге келген вақытында, Казанға барған вақытында милли республикалар бойынша хорау бергендер. Рәмиля апай Саитова
ороо берген ишкен мен яңылышуым ихтимал эмелекинди шол милли республикаларга эгер хед властька килһәгер нисек килешүү договор бидин буласакмы юкмы ол үзүн әйтте юк биринде де милли республикаларман биринде де килешүү болмаясак мында уже шовинизм инде мында бидин уже караштар өзгере нисегенде буга диклемейбитей биз килешүү менен Үзек менен Башкортостан арасында нидер килешүү аркасында иштер алып барганда Навальныйды карашы милли республикаларга икенчиси. Шуга бул суракта мен Навальныйды мына ошо юнөтүштө мен аны поддерживать этмейм рус айтканда. Мына элеги вакытка келгенде башта айтып кеттик бит Хабировтан бизге карата прокуратурага заявление, Следственный комитетка не болду бит. Элеги вакытта нинди пландар несек өдегерде аклайсы көргенім телеграм-канал асқан хагып шул телеграм-каналда яңылыктарды язып барагып өтенде Акёртка барып хата апарган хагыда хырабыт. Мында айтам бит таанышкасында менин үчүн тиги несек энди республика башлыгы эмнедир ошо миңе карата алып барган иш менен өзүнүн култамгагы менен тиги гариза язып ултура Следственный комитетке мен буга тиклемитин тиги МВДга сакыртуу болду, ФСБга сакыртуу болду, мында Следственный комитет по особо важным делам шунда менин ишти алып баруу менин үчүн тиги аптырак болду энди. Чөнки укканым, тааныштым, этелерден проблема надо переспать деп тиги кайттым, уйланып яттым, мен айтам, эгер мүмкүн тыныс гана барып төрмөгө былтырга, мүмкүн тиги буган көсүңдү алып, өзүңдүн гайыпсыз экенинди чөнки бир гайыпсыз мени бүгүнкү күндө экстремист иштерге ойлойлор, бир гайыпсыз тиги баары тик тиги проблемаларды көтөрүп чыгыш жаган үчүн һәм ошол ойланып атам, мен каршы көрөш алып барсакмын, өзүмдү яклаясакмын деп сөз бердим һәм албетте буну общественностька сыгары керек деп ошо юнөлүштөн энди телеграм канал ачып вакытлыса ошо иштер бүткөнсө чөнки мен тиги Олайық теге немелер хүйләп, блогер іштерін яратмайым да хүйләп, әр вақыт таныштырып, ниндейлер яңалықтар бар, әр вақыт бастырып барасақмын. Һәм әлбетте мен өзімнің ғайыпсыз екенімді өзімді ақыларға бұл неде еңіп шығуға тырышасақмын. Мына яңырақ Азамат Галиндың интервью сықты битінде профил ол айтты, яны хәле Хабировқа теге шол не деп подсунули, ол подписал деп. Шуңа ашана хагыдмы? Яны хәле юрист образованиялы кеше, карамайса документ карап сыгаган. Аңланым, караңды элес. Буга шанам деп нисек кенә булмаһын, ул култамга койган. Һәр бер култамга койганда ул асы бары күз югыртып сыгарга тиеш. Бәлки ул төбенә төшүп укып бетмәгәндер, мин белмәйм, Аллаһ галим теге әйтелмәйм, әмма ләкин теге сәяси күнлектән караганда ул нык бүтін юристтар, бүтін емәгатчылык, кимдер менен тааныш, кимдерге мендеген журналисттар шылтыратмайлар, улар шок етип аптырайлар. Как так? Ул теге гариза язуына, заявление язуына гана түгел, теге истелигине карап укып нетелер инде теге нинде уровеньде теге башлыктан шундай гариза язуын. Шуга келишем аны эгер да онун өзүнүн инициатива түгел экен, кимдер аны шу айтып котурткан экен, аны сильно подставили. Onun ne? Өзіне мен ойлаймын, кері жоғынтығы боласақ. Бірақтан Хабировтың командасына келгенде де уже несәсі тапқырыны подставляйттелер түгілмі? Шол Мурзагуловтан башлап, шол башқа Абдрахманов еденде. Мана не қылық, мен бүтін аңламай Хабировтың мен келішіп дейтмеймін, ана алып барған саясатты һәм внутренний политика команда Келсинбаев алып барайын, Бұғатын Бағдыранов, Хәдір Келсинбаев. Бүтін яқтан аны теге подставляйт, бүтін яқтан теге қоштына әлі өзің айтып отырған қошта вақиғаға ебеті, екінші яқтан теге дольщиктарманда кемдер әр яқтан теге керей, оятқа қалаларда мен білмеймін, неге оларды тұтайын. Мурзагулов бүгін күнде қайда еріп еді, оның бет, әне ол я своих не бросаю дейін. Или шолық Абдрахманов ебеті, халық
біле халық аны яратмай, көре алмай бете. Yok артабан шуны көтереле. Хатта деместас хутка бетен береле. Ниндей ул тиги халк, өзүнүн халкынан көлүү, өзүнүн yüzүн көрсөтүп тиги, минлеген көрсөтүп тиги. Алар республикага Ильяс мынатты бүгүнкү күндө мен өзүмдүн көйлөгүмдөн өзүмдөн айта алам, олар республикага иштер үчүн келмеген, халкыбыздын үчүн борсулмайлар, алар республиканын келечеги үчүн немелер, алар акса ишлерге келгендер, алар акса ишлерге кетелерин толтурууга, көпмө мында ултырууга кетирген. Бардыр белким жакшы иштеген иштери бармак менен ханырлык. Гүммен караганда her жакта мен бир тиги уйланып алдыңкы караш менен иштеген иштерин көрмөйм. Мына башкурттар арасында ушундай тиги айтымдар бар, тиги башкуртта батыра деп. Эмне үчүн башкуртты батыра? Башкурттар арасында гана түгүлдер Ильяс. Башка миллет векилдеринде эле биздин халкыбыз өзүнчөлүк эле сынапта тиги. Мына эмгек иши менен иштегенде элек Татарстандын Азатлык деген уюшма менен biz beyleniштейник, her вакыт улар биздин сарайга келет, биз анда барып кайтабыз. Hem шунда хатер күнүнө баргайнык Казанга, Татарстанга, шунда үлкөн буун улардын эмгек ишинде иштеген агайлар менен сүйлөшүп отурам. Татар агайлар инде сүйлөшүп, мен эзин күнөтүп барабыз, көргөн биздин эштерибиз жок, эзин хамак дейт. Татарстанда тештеп коюп көтөрүлүп, эштерди эгдеп жүргөн жок. Бизде бүтүнлөй эмгекчилик хулпен кимелде, бизде бири-бирин батыралар, шойтуп сүйлөп отурлар. Әлбетте мен өзүбүздүн халкыбыздан анда улайтып сүйлөйм ки, мен Аллага шүкүр, бар урук биздин тарыхыбызда манамын деген тарих, манамын деген батырдарыбыз, шехистерибиз биз горланып айта алабыз. Hem эмне үчүн батыра тагын бирде айтам, ол ар бир миллетте эле бар. Мен соңғы вакытта элек Ильяс мынага көңүлүм аша өткөрөйүн деп, шу айтып айтты, бул айтып айтты, эмне ол айтып айтты экен, мен улай иштеменим бит, мен ошончо икүн хәзер нейинде. Бүтүнлөй тиги, ярай, барыгыла иштеген ишибизди Аллах Таала көрө, вакытты жеткез, биз анын жемиштерин тамыр. Шуга игтибар этирге тырышмайм. Мына эмне үчүн биздин халыкта бар бүтүндө бай кишилер, бизнесмендер, интеллигенция, менин ушундай ощущение, тойгулар, то что улар өзүнүн халкына бетараф хамак. Ниндегине акцияларга сыкмагаң, элеги сходтарга, ябай халык, ябай неде, даже Хабиров Куштаудан айтты бит дегендей. Мен Куштауга там келдим де, теги обочинала, теги бедный ярлы машиналар таралат деп шайтып айтты бит. Сынапты. Ысын барлык шулай, симки. Интеллигенция келгенде, интеллигенция ким ол интеллигенция беренсе? Mesela мына шулук биздин язуучулар, мына корулукта кимдир профессорлор, кимдир анда депутаттар айтек бите, шул интеллигенция деп ханахак биздин. Алар тиги коркуп атып, асанда алар менен көрүшүп сүйлөшсөң эле, алар искренне тиги халкы үчүн этейин деп келип, деп арканан хүйүп кетелер анда, хаккына жүрөгү дейм, мына шулай шул, мына менин шундай кийимерге төштүк шул деп. Эмма лекин өздөрү сыгырга корккан немеге? Чүнки мен былтыр узак ойланганым болду, тиги бар язуучу, бар профессорлор, кимдер академия наукада иштейт, алардын иш орундары бар. Алардын басым буласак, алар өздөрүнсө халкы үчүн немелер иштей анда, иш алып бара, кимдерлер китап яза, кимдерлер башкорт халкынын тарыхын боюнча иш алып бара, кимдер ырылдар боюнча иш алып бара, кимдер мектептерде өздөрүнүн барыр тиги халкына карата саясий иштер алып бара, кимдер ойлой, мен урамга сыга алмайм, лекин ошолой бухала иштеп жардам этейин деп тиги. Азыр мананда кетем, hem кайгылар бар, хатта тиги мен ошо юнелиште иш алып барам, мен гилми иш үстүндө иш алып барам, азыр сыкка мен иштен койгон кайда мен акча иштейм mesela. Бетте ярар тиги өрөнгө биз тиги урамга алып таштаганда биз сыныкканбыз, стройкада анда мында акча иштерге бешер үчүн турса, аларды урамга алып таштагалар кайда барайын деп. Демек оларды да артык таңкыйтла болмайын деп. Артык таңкыйтла болмай, эмма лекин керек сакта мен аларга катыйды берилемин деп. Чүнки бар кайда тиги коркуулук артка сыгарып, өзүңдүн авторитетиң менен өзүңдү жеткерге тийишиги. Мен
нык асуым келді біздің Татарстан Республика өзінің президентін атаман алып қалғанда біздің позицияны артқа сектірер құрылтайды қарап көтергенде мен нык асуланып алар әкем деп атайық әйда башлық дейік әйда ошо исемді берейік әйда бұл исемді анда бірінде де қарау көтерілмеді жоқ біз резатив президент қала біздің республика біздің дәулеті біздің конституциялы біздің президенті ондай не шул вакытта не шундай мәлдә алар үзләренең чөнки 90 елларда безнең шул үзләре хаклап яклап алып калган суверенитет бит инде үзләренең һәм ошо вакытта теге артка сиге ул вакытта курку да керек мен басым тип әйтмәс керек ул барыр үзләренең алар әйтергә тиеш. Мына һеҙҙең фекергеҙ буйынса донъялағы иң бөтә ваҡытта булған билдәле топ 3 башҡорт. Ғөмүмән или әлеге ваҡытта. Ғөмүмән. Мына һәм мин айырып беренсе, икенсе тип әйтә башлам инде. Мин өсәү кем? Әхмәт Зәки Вәлиди тип әйтәрмен. Олар рәтендә йөрөгән мин бүлә алмайым. Икенсе ол поколениянан Әхмәт Зәки Вәлидине әйтәм, элекке арттаныраҡ поколение Алдар Исәкәевте әйтермен. Сөнки ул ваҡытта Алдар Исәкәев ул авторитетный. Ул башҡорт халҡы алдында иң авторитетный кеше була. Ул Петр Первый менән бергә яуға барып ҡайтҡан. Уның бөтөн мөмкинселектәре була. Хәлле йәшәй, аҡсаһы ла, байы ла, ҡыҙын ҡаҙаҡ ханына кейәүгә бирә. Ул етешле тормошта йәшәй. Уның авторитеты уның шул ваҡытта ла ул баҫым булғанда беҙҙең иң ныҡ халҡыбыҙҙы геноцид була 35-нче йыл 1735-тән 40-нчы йылдар ваҡыты шул Алдар Исәкәев шул ваҡытта ла ул үҙенең халҡы яғына сығып үҙенең һүҙен әйтә. Шуға мин ныҡ аның теге тарихы уның ул шәхес менән ҡорғаным. Шуға Алдар Исәкәевтен әйтермен һәм белмәйем Салауат Юлаев тип әйтермен. Салауат Юлаев шул уҡ мин Бабич тейендерем, Муллаян Халиков тейендерем, шул уҡ Рәми Ғарипов тейендерем. Сөнки ул да баҫымдар аҫтында. Беҙҙең милләтселектә ғәйепләйҙәр бит мына экстремизм. Нимә ул экстремизм? Илек милләтселектә беҙҙең шәхестәребеҙ шул уҡ Рәми Ғарипов кем тигән милләтсе тип ана яҙыусылар союзына алып шулай уҡ баҫымда. Бөгөн беҙ аны әҙәби уҡыуҙа аның яҙмаларынан танышып мектептәрҙә уҡый. Ваҡытында кем шул уҡ Мостай Кәримдәр аны яҙыусылар союзынан алып ташлайҙар. Бәләкәй бүлмәләр снимай итеп, һуңғы ғүмерен ауылға ҡайтып, мәрхүм булып ҡала. Халҡы өсөн ниндәй рухлы шиғырҙар. Бабич алайығы 24 йәшендә. Кем милләтсе, милләтселектә ғәйепләйҙәр. Ҡыҙылдар аҡ ҡойроғона һөйрәтеп 24 йәшендә тиклем бит. Ниндәй эштәр эшләп ҡалдыра, ниндәй шиғырҙар яҙып ҡалдыра, ниндәй поэмалар уҡыйһың, күҙҙән йәш атыла. 24 йәш. Беҙҙең 24 йәштә ҡайҙа йәштәр? Урамда, дискотекала йөрөйҙәр. Артабан ул йәшәһә ниндәй эштәр? Бик күп. Шуға мин бөтәһен дә ошо әйткәндәрҙең бөтәһен дә өсәү тигән шул өсәүҙе әйтергә тырыштым инде. Һуңғы һорау Әхмәт Зәки Вәлидинең әйтеүе бар бит инде. Беҙҙең телебеҙҙе һаҡлап ҡалыр өсөн, халыҡты һаҡлап ҡалыр өсөн телде һәм динде һаҡлап ҡалырға кәрәк. Дин кәрәкме ул халыҡҡа? Мотлаҡ рәүештә кәрәк. Беҙҙең халҡыбыҙға дин кәрәк, сөнки беҙҙең иманыбыҙ юҡ ауылдарҙа. Әлеге лә теге проблемалар күтәреп бит инде. Эскелек, әгәр дә мына бар Баймаҡ районында кемдәр иманға дингә килгән егеттәр, ғаиләләре менән, балалары менән, анда бөтөнләй икенсе мөхит. Аларҙың башҡортса аралашалар, аларҙың ниндәйҙер балалар өсөн байрамдар үткәрәләр. Шул уҡ урада, Рамаҙан ғәйтендә, эскелек ауылдарында бөтөнләй юҡ. Ишле ғаиләләр, балалар бер ғаиләлә, кәмендә 3, 4, 5. Онда бөтөнләй икенсе. Алайыҡ икенсе ауылдарда кемдәрҙең ирҙәре Себерҙә йөрөй, ҡатындары мында, шунан ҡатындары ҡайҙалыр сығып киткән, мынаһы ҡайтҡан, кемдәрҙер үлтерәләр анда, ҡайталарҙы ҡайтҡан аҡсаларын эсәләр анда, шунан ғаиләләр тарҡала, күпме үлтереш булды, ҡатындарын ясалар, шунан үҙҙәре төрмәгә китәләр. Бында ниндәй киләсәк булған? Шуның өсөн мотлаҡ рәүештә дин булырға тейеш халҡыбыҙҙа. Майлағы һораулар бөттө. Рәхмәт әңгәмә өсөн. Беҙгә уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт, бик яҡшы, Ильяс. Тапшырып алып бараһың.
бик керекле дегендей, чөнки асыктан асык утуруп сүйлөшмөйм. Артабанда ишиңде оңуштар. Бул проекттин тик өссөн алга барсын. Рахмат.